Сіздер құрметті аяулы әжелер, ардақты аналар, бүлдіршіндер. Ұлттық тағамдар, кішкентай аспаздар атты байқауымыз өтпек. Осы байқауға қатысатын аналарымызды, кішкентай бүлдіршіндерімізді қошеметпен ортаға қарсы алайық. Нұрлан Көзайым әжесімен бірге. Бай Дидара әжесімен бірге. Аналар, бүгінгі біздің байқауымыз 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңіміз кішкентай аспаз, шебер қолдар деп аталады. Жұлдызша, не? Әдемі жұлдызша. Әже қарашы, мен болсам әдемі болып шықты, жұлдыз жақсы. Әже қараңызшы, тарпан сұраты. Анасы мен бананымды турап болдым, енді мандар. Әже енді біздің болсамыздарың болды, енді отқа пісіреміз. Дұрыс. Мен мандаримді турап болдым, сала берейін. Мен алмық туралы тақпақ білемін. Алмық тәтті суын мен адам таратты. Балдай тәтті жұп-жұпсақ, өзіне қаратты. Әже біздің талқанымыз дайын, енді не істейміз? Енді ұлттық тағамыз жемді жасаймыз. Енді май саламыз. Әже біздің бауырсағымыз жұлдызды әдемі болып шықты ғой. Дұрыс айтасың, біздің бауырсағымыз екеуміз пісірген. Өте дәмді болыпты. Әже менің тәтті жемістерім дәмді болды. Ал қыздар, біздің екінші кезеңіміз қызықты тапсырмалар беріледі. Бірінші тапсырма тағамның атауын тап деп аталады. Оны иіскеу және дәмін тату арқылы айтатын боламыз. Алма жемісі тәтті, мандариннің дәмі тәтті екен. Ол суыз емес. Тапсырмамыз азықты ажырат деп аталады. Алдымызда тағамдар берілген. Осыны қайсысы ұлттық тағам, қайсысы жеміс. Соны ажыратып береміз, иә? Мынау жем ұлттық тағамы. Менің алдымда жемістер тұр. Банан, мынау құрт. Бұл тағамдардың бәрі пайдалы. Өлкеде жемістер тұр. Мынау банан, құрт, апельсин, алма. Ал біздің ұлттық тағамымыз жер. Денсаулығына өте пайдалы. Адамдарға пайдалы. Мен әжеммен бірге бауырсақ пісірдім. Пісірген бауырсақтарымды әдемі ыдысқа салдым. Әжеммен бірге әдемі зеңтерді жасап шықтым. Мен бүгін анасым екеуіміз жемістерден десерт жасадым. Мен десертке алма, мандарин, йогурт сып араластырдым. Кәмпит салдым.